Bugün sabahımızda bastayız. Bugünkü sabahın jоспары келесідей болады. Біріншіден жаңағы ұйымдастыру кезеңі, одан кейін коллаборациялық орта, жаттығуды орындауға, одан кейін өткен тақырыпты қайталаймыз. Алдындағы өткен тақырыптарды тағы да үй тапсырмасына беруіміз керек, оны тексереміз. Одан кейін жаңа тақырыпты өтеміз. Жаңа тақырыпты өткеннен кейін болады, және рефлексия. Банкет. Дұрыс. Молодец. Так, 12. Чтобы партнеров не мучили споры, пишут юрист для них договоры. Қас бол керек, иә? Енді аудар сол сөзі келісімшарт и контракт ағылшынша. Дұрыс, молодец. Так, Нұрай? 11-ші бұлша. Цена, что-то қайталып кетті, иә? 11 дегенде, жаңа 15 тұр. Жарайды, тағы бөлейін. Цена, баға, прайс. Так, давай, Диана. Хоть трудился круглый год, будет кругленьким. Доход. Рифма, я? Инкам. Одан кейінгі осы үйге берген тапсырма есеп болған, сол есептің шығару жолын тексеремін мен. Так, өткен тапсырма бойынша, өткен тақырыбы бойынша жер салығы. Жер салығының төлеушілері деп кімді айта аламыз? Төлеушілері. Тұрып айтады. Кез келген заңды жеке тұлғалар? Тек төлеушілер. Отыра ғой, балым айта ғой. Жеке? Тұрақты жер пайдаланушылар. Жалпы уақытша жерді пайдаланған адамдар төлейді. Жалпы былай айтсақ, ол жаңағы жеке меншігінде болған жер болса, сол кісілер, сол тұлғалар, жеке және заңды тұлғалар осы салықты төлейді. Орындалған, кім қалай шығарған екендігін мен қазір көріп отырмын. Тапсырмасы бар. Так, мына жерде шығарылған. Дұрыс. Так, қыздар мына жерден көрейін. Так, шешуі. Мұнда да бар, денасенкі. Дұрыс, барлығы тапсырманы орындап келген екен. Енді біз ол тапсырманы дұрыс па дұрыс емес екендігін қарап шығайық. Шығару жолы осы болды. Ондай да кішкене ой келіп тұр, иә? Мүлікті біз немен істей аламыз, кепілдете аламыз дегенде. Бірақ та бізде енді тақырыбымыз сабағымыз салық болғандықтан, біз салықпен кішкене оны не қостырамыз. Кепіл дегенде келмейді. Жаңа көп ойларын айттыңдар, негізі дұрыс деп айтып тұрсыңдар. Жаңа біз ең бірінші өткен салығымыз жер салығы болды. Енді бүгінгі сабақта біз сендермен
мүлік салығын бастаймыз. Мүлік дегенде ол жаңағы мүлік болса да жылжымалы және жылжитын мүлік деп екіге бөлінсе де, бүгін біз мүлік салығы бойынша тақырыпты оқи бастаймыз. Және жеке тұлғалардың дұрысын айтты, мүлік салығын төлеушілерін анықтаймыз. Жаңағы салық салу объектісі бар болса да, мүлік салығынан босатылуы мүмкін. Ол жаңағы келесі тұлғалар деп, жаңағы мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды. Жаңағы мүлік салығын төлеуге болмайды деген келесі тұлғаларды атап шығуға болады. Мысал ретінде ол жаңағы Кеңес одағының батырлары, одан кейін социалистік еңбек ерлері, халық қаһарманы, одан кейін Қазақстан еңбек ері атақтарына ие болған жеке тұлғалар болса, олар меншігінде қандай да бір салық салу объектісі бар болса, олар төлемейді салықты. Жаңағы келесі 3 дәрежеден орденмен және отан ордендерімен наградталған тұлғалар болса, батыр ана деген атағы болса, алтын алқа алқасымен наградталған болса, бірақ салық салу объектісін пайдаланатын, өзінің кәсіпкерлік қызметіне пайдаланатын дара кәсіпкерлер, оларда өзінің мүлік болса, сондағына олар осы салық төлеуші болып табылмайды. Жаңағы келесі тармақ бойынша мысал үшін салық база осы кодекстің 519 бабына сәйкес айқындалатын және салық органдары осы кодекстің 218 бабына сәйкес есептейтін тұрғын жайлары және басқа да объектілерді қоспағанда, кәсіпкерлік қызметте пайдаланатын салық салу объектілері бойынша дара кәсіпкерлер. Олар дара кәсіпкерлер өзінің тек қана тұрғын жайлардан басқа жылжимыз, тездетеміз, тез, мына жақты топ, тезірек, жылжыда, минут бір ручкая, көтер, тоқтаймыз, көтер, 1-0. Тұрамыз, бір қадам алға жасаймыз. Тағы бір қадам алға. Жасаймыз. Да, 1-1, бірде-бір. Жеке тұлғалардың меншігінде болса, және құрылыстар, үй-жайлар жеке тұлғаларға мүлік салығының салық салу объектісі болып табылады. Осы түсінікті ме? Түсінікті болса, осыны жазуға қосыламыз. Қызықты видео болып шықты, я? Жаңағы біз өткен жазған тақырыбымыз бойынша мүлік салығының төлеушілері болып табылмайды екендігін анықтады. Жаңағы салық салу объектісін жаздық, салық салу базасы. Енді келесі тақырыпқа, келесі сұрағымызға көшсек, салық мөлшерлемесі. Жаңағы қалай анықталады екен? Видеодан жаңағы біразын көрдік, енді мен жаңағы сіздерге 529 бабына сәйкес айқындалған жеке тұлғалардың мүлік салығын салық салу объектісінің құнына дедік, байланысты салық салу базасы құны болып табылады ғой. Сол құнына қарай мынандай мөлшерлеме бойынша есептеледі. Мынаны жазудың қажеті жоқ, өйткені салық кодексі бойынша біз осы кестені қараймыз, оны дәптерге түсіру қажеті жоқ. Жаңағы мысалдай болғандай, 6 және мысал ретінде 7 миллион болса бізде, біздің мүлігіміз, біз міне осы белгілерін таба аламыз, 6 мен 8 миллионды теңгеге дейін қосқан аралығында. Жаңағы 7 миллион дедік та, бізді бастапқысы 4.600 болады. Одан кейін 6 мың теңгеден асатын сома бізде қанша болды? Миллион теңге болды.
миллионды біз жаңағы 4,5 суманы 4,5%-ға көбейтеміз. Сонда 1,5 теңге шығады да, соны 1,5 теңгені 4,600-ға қосамыз да 6,100 теңге шығады. Осы жағы түсініктімен қандай мөлшерлемелерді қалай анықтауға болады екенін. Ең бірінші салық салу объектісінің құнын білу керекпіз. Оның құнын білсек, ары қарай жаңағы кез келген мөлшерлемесін таба аламыз. Жаңағы 2 миллион теңгеге дейінгі, одан кейінгі жаңағы мен енді үзіндісін алдым кестенің. Жаңағы міне 450 миллион теңгеден жоғарғы деп салық төлеуге болады. Есептеп, оны қандай сомасын анықтауға болады екендігі көрсетіліп тұр. Арқылы сендердің білімдерін бекіткім келеді. Осындай келесі тапсырма. Менің қайда жаңағы айта ғой. Салық салу объектісін салық төлеушілері. Балының шырағы. Жарай, қоныш. Салық салу объектісі оталмайды ғой, біздің жұмаға консервация. Дұрыс. Ерқатын сен шығар. Салықтық база салық кодексінің қай бабында айқындалады? Дұрыс. Мен мына жақтан жай, Нұржаннан шығар. Дұрыс. Давай. Салық салу объектісі болып табылады. Жақсы, бүкіл тапсырманы жақсы орындапсың. Енді осындай жақсы көңіл-күймен дегенде бүгінгі тапсырманы орындадық. Жаңа тақырыпты өттік. Біраз мына жақта рефлексия ретінде мен сендерге кубик буын деп біраз ойнатқым келеді. Сендерге кубикті лақтырамын. Кубикта сұрақтары бар. Сонда осы сұрақтарға тақтада қандай сұрақтардың жазылған екендігі әр жағында жазылған. Соны жаңағы соған жауап берсеңіздер маған. Осы топ. Не ұнады? Айта бар. Маған бүгінгі сабақта бекіту ретінде уәдеге абсолютно ұнады және де біз осы сабақ кодексін видео арқылы сабақтың басталып жатыр. Балаларда сергіту сабаққа дайындау ұнады және де сабақ барысындағы қызықты формат. Жарайды. Сен айта ма? Сабақ мақсаты және де көрсетулері келген бастап осындай сергіту ұнады. Жарайды, жақсы. Мен сендерге лақтырамын. Қандай сұрақ екен? Не қиын болды? Не қиын болды? Дұрыс.